Assalomualaikum audanımızdan hoş. Bekam katışıyor. Adam pizes болып отыр Böyle amanda sudan ötürmeye başlamışsın. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін кішігірім подкаст өзіміз түсіріп көрейік деп жатырмыз. Енді поддержка болса сіздерден күшті болайын деп тұр. Bizlerden bugün kіріспе, арнайы сіздерге ауданның мықты асабаларының бірі Санжар. И тамада мирас, қыз ұзатады десем. Жалпы. Жағдай қалай? Не істерсің бұл жерде? Жалпы жақсы. Білесің ғой, өзің шақырдың ғой деген. Мирас екеуміз көрейін деп отырдық. Подкаст түсіріп қалай болады екен деп, бұл енді кіріспесі деп айтып отыр ғой. Кіріспесеңдер, кіріспеңдер деп кешіріңіздер. Жалпы енді Санжар, өзім осы той саласында қалай келдің деген сұрақтан бастасақ жөн болар. Той саласы. Асабалықты қалай бастадың, немесе жалпы тойға алғашқы қадамың қалай басталды? Тойға мен таксимен бардым дейтін де. Мен той саласына бұл 15 жасымнан бастағанмын ғой мен тойға. Тойды официант болып бастағанмын мен. Сен де официант болдың ба? Бәріміз официанттан бастадық қой дейме? Тамадалар өзі официанттан бастаған. Көбісі бір 90% жері официанттан бастадым екен. 99 дейік, е? Бір жарты жылдай официант болып жүрдім. Примерно. Одан кейін фотографты 2 жыл жүрдік қой. Қатар. Бірақ 15 жасымда бет ашқам мен. Сол жерімнен мақтан аламын. И 2 айда бір рет тойға шықсам қуанатын ол кезде. Кайф болатын ғой. Күшті болатын. 2 айда бір рет. 2 айда бір рет. Сөйтіп шығатынбыз. Ол кезде музыкант тамада бет ашарымен, құдалығымен, свадьбасымен прикинь, біз 40 мың теңгеге барғанбыз. Ойлаш, 40 мың теңгеге құдалық жүргізесің, бет ашасың и свадьба жүргізесің. 15 жастағы балаға ана кісілер берген ғой, сөйтіп сеніп ше. Тойды. Бір қызығы 15 жастар балаға сеніп отыр. Бет ашады. Сен бересің ба, мысалы 15 жастағы балаға? Дұрыс қой, енді ол жалпы бәрінде болды ғой деймін осы тема ше. Сіз далбайыпсыз ба? Бәрі жай-жайлап официанттан бастап, бәрінде болған тема сияқты ол. Тамадаларда 90 емес, 90-нан да көп сияқты өткен. Тойды сөйтіп бастадық қой, 15 жасымыздан бастап, официант болып, фотограф болып, одан барып тамада болып. Мен енді ашылып келе жатыр ғой, негізі. Қанша, мен 10 жылдан асты ғой, тамада болып жүргенімде, бірақ маған клиенттер өздері прямой звондамайтын ол кезде. Қазірге дейін осы бір 2 жылдың төңірегінде клиенттер өздері маған шығып, той жүргізесіз деп ше. Қанша болады бағаңыз деп, өзіңе шығып, ондай жақсы. Оған дейін енді тамада ағаларымыз бар, сол кісілердің поддержкасымен әйтеуір. Тойларын, сол кісілердің бір артылған тойларына, үлгеремей қалған тойларына, постоянно жатырмын, үлгермей жатырмын дейді ғой, соларына бар. Или күндізгінді аяқтап бер. Сондай ғой, сөйтпе, құдалыққа. Қанша бересің деп те сұрамайсың ол кезде. Тойға барасың, қанша бересің деп сұрамайсың. Сонда бір 10 мың, 15 мың аласың. Жетеді ана, бірақ. Сол или риза болып қайтасың ба, сонымен ше, күшті болып қайтатынбыз. Қандай сәттер болды ма тойды бастаған кезде? Біреумен бір ерегесіп қалып, біреумен бір жаға ұстасып, немесе бір клиент ұрып жібере жаздап па? Бір өкпе реніші қара қазандай болатын бір сәттер болды ма? Енді ерегісіп қалатын моменттер болған, 10 жылдықта болмады десем өтірік болып кететін шығар. Ерегісіп қалған моменттер болған. Бірақ қалай түсіндірсем болады? Көбінесе вообще ерегіспеуге тырысамыз ғой, короче. Негізі тойда ерегісіп, той иесіне ерегісіп, қонақтармен ерегісіп жүргізген болмайды ол. Менің ойымша тамада ақшаңды алып отырсың ба, барып жұмыс істеп жатсың ба, ол жерде наоборот сенікі дұрыс аға көкемен өтіп кету керек қой, жақсылап тұрып ше. Таяқ жеген кез болды ма?
Toyda mı? Toyda tayar жүрмеген. Tayar жүрмеген. Şükür ешкім Бірақ сөз естіген кездер болған. Сөз естіген. Аппарат күйіп кетіп, ондай болмады ма? Тойда аппаратурамыз күйіп кеткен бір рет. Еще өзімнің тойымда. Тойымда болған құдалықта, кәдімгі құдалар келе жатыр. Біздің пульт бар ғой? Пульт күйіп кетеді ғой, прикинь. Пульт күйіп кетеді, құдалар келе жатыр. Не істейміз деп. Сөйтіп қайта көршім электрик болатын. Ана кісі пультты ашты да, бірдеңелерін іздеп тауып пайт етіп жасап берді. Сен енді тамадалықты осы жақында болғанда уже 5 жыл болғанда негізі ауданда бір 2 жыл ғана болды. Той жүргізіп жүргеніме. Басқа ауданда білеш негізі. 6 жылдан бастаған негізі. Тойды ма? 7 жыл болды, иә. Тамада болды. Кеш тамада болды. Мынандай қызық болған. Музыкант, мен де официант болдым, фотограф, видеооператор, аржағынан музыкант болдым ғой. Музыкант болдың ба сен? Музыкант болдым. Сөйтіп музыкант болып жүрген кезде жаңағы жігітпен шығамыз. Ол жігіт, короче, басында нормальный тойлар болып жүреміз де, бір күні мен Таразда тойда едім, кешігіп жатырмын дейді. Той иелері қылқындырып жатыр. Сен тойға шықпағансың? Мен тойға жүргізіп көрмегенмін. Тұрады да тойдың ескереді, балам сен тойда жүрсің ғой, хотя бы былай көрген білген істей берші, подряд кезек хотя бы тосып берші дейді ғой. Бір ауыз текст жоқ. Бірақ анадан бірдеңе жаттап тұрғандағы мен бүйтіп пергілеп отырып, бір-екі ойын ойнатамыз, өтіп кетеміз. Содан қышынамыз ғой. Көреміз ба, қойшы деп жүрген кезде тағы екінші тойға да жаңағы тамада. Не деген тамада? Біз аппаратпен бәрімен былай тұрып алдық кәдімгідей, барып камера бәрі жүрді. Камераны еще бір кеңкелеске айтқан, ол кішкентай бала жіберген, қап-қараны күнге киген. Футбол ойнап жүрген жерінен алып келген ғой, аяқта кеті, артта Рональдо Видеооператор. Сондай номермен кәдімгі видеооператор бала кетіп тұр ғой. Той не жеп жатыр, тамада қайда. Сонымен аяға сөйтіп бір кірдік. Бір айдың ішінде резко заказға шығып кетеміз ғой аяқ асты. Бір айдың ішінде резко шығып. 6 жыл болды дейсің ба сен сонда? 6 жылдан асты. Даже 7 жыл болды ғой. 7 жыл бұрын бастап көрген, мен 2 ай тамада болғам. Сонымен резко как раз Сабыржан киім ауыстырған хит болып жатыр еді, білесің. Сонымен бір кісі той иелері хабарласады, біз осындай жерден көріп едік сізді. Біздің тойымызды жүргізіп берсең, тұсау кесуге осындай кісі келеді. Анау кәдімгі актер Абай Құнанбаевтың рөлін сомдаған кісі ғой. Ар жақтан сәулетші ол бишілер, сәулетші ол кезде номер 1 болып тұр Алматы облысы бойынша. Сөйтіп тұрып той жүргізуге барып тұрмыз ғой. Аппарат ол кезде ресторандарда жоқ, өзіміз алып барамыз. Аппарат бәрін алып барамыз, 4 колонка қойғанбыз. Нормально келе жатыр той. Ортасына келдік. Антракт деп шығарып жібереміз ғой. Шығып кетем. Ол кезде Олжас музыкант. Олжас па? Сонымен шығып кетем, біраздан тып-тыныш қой, антракт деп сыртқа шығып кеткенбіз, просто телефонмен сөйлесеміз. Тып-тыныш. Бір кезде Асыл жүгіріп келеді. Асылды білесің ғой, оператор. Жүгіріп кетті. Ян жақта аппарат қосылмай қалды. Кесең түтін шығып жатыр. Тура антракттың үстіне той иесі деген әкетті ма дедім. Қайта ешкіммен жаға ұстасып қалысқан жоқпыз. Аппарат техника деп түсіндірді. Сөйтіп антракттың уақытында әйтеуір жарты сағат пауза болды, кәдімгі ас болып кетті. Ана аппарат жинақты, басқа аппарат қойды. Содан кейін ары қарай кеттік. Сол тойдан кейін 4 жылма демалдым. Той шықпай кеткен соң, оператор болып кеткен соң қайтадан. Сонымен соңғы 2 жыл ақындап қайтадан тіпай жай-жайлап уже Амангелді Айдоса бар ғой, Амада тоже. Сол кісінің жанына қосылдық, жай-жайлап сен айтқандай жаңағы тойын бастап бер, аяқтап бер. Сөйтіп жүріп осы жылы жай-жайлап өзіміз заказға шығып. Ол кісілер деген поддержканы жақсы береді ғой? Жақсы береді. Енді бастап отқан тамадалар болса, Айдосаның номері бар менде. Любой тойға шірейді. Главное, нормально жүріп берсең болды. Неше түрлі негізі той сферасы бір жағынан қызық, бір жағынан қиын жерде бар аға. Оңай деп ойлайды, негізі тамада болып. Барасыңдар ғой сендер 4-5 сағатта осындай ақша алып кетесіңдер ғой дейді. Оңай болса шықпайсың ба өзің? Оңай болса, негізі каждый өздеріңіз бір той жүргізіп көрсеңіздер болады, по идее. Оңай болса, барып сөйтіп шығып көріп, одан кейін айту керек қой, адам деген сезім дейінше болмайды ол.
асаба ретинде енді қандай музыканттарды өзің бір мықты деп санайсың? Қандай музыканттармен көп жұмыс істейсің? Оларды музыкант деп емес, негізі музыкант емес олар. Олар диджейлар ғой негізі, тапер деп айтады олар. Музыкант деген не ғой? Инструменттерді ойнайтын адамды айтады негізі. Инструменттерді ше. Мен өзім ойымша сондай. Музыкант деп айтпаңыздар, значит, тапер деп айтасыздар келесіде. Музыкант деген ана бар ғой біздің балалар. Бізде мысалы домбырада, баянда. Домбыра, баян, гитара, пианино дейді ма? Бәрін спокойно ойнайтындар. Солар музыкант сияқты маған кажется. Бізде тойға шығатындар, олар диджейлар, таперлар олар. Таперлардың олар ең мықтысы сезініп отыратындар енді өзім бауырларым ғой. Әркім өзіне тартады ғой. Әркім өзіне тартады. Менің ойымша осы жыл енді ұзын бесті де жеңіп алды олар. Мен музыканттарымша. Топ 3-ге кірген Топ 3-ге кірді. Мықты мойындау керек. Мықты ғой. Мен ең мойындайтыным өзім музыкантым. Кім? Елизат. Елизат. Елизат, осы подкастта сені обязательно қозғап, если что. Ол сол сияқты маған. Өткенде ауданда осындай подкаст түсіріпті. Сол кезде айтылғанда бір қатар қарап шықтық та, сол кезде топ 3-дің ішіндегінің ешқайсысы жоқ болды. Елизат жоқ болды ма? Елизат жоқ. Кім түсірген, не туралы айтқанын айтпай ақ қояйық, бірақ сумен басынан құймадым да. Неге жоқ деп. Олардың ойынша енді әркім өзіне тартады ғой, жаңағыдай кіммен жұмыс істеп жүр, соны айтқысы келеді. Бірақ шынымен мойындайтын дүние Елизат как тапер ретінде каждый шаг адамның жүріп келе жатқан шагы, аузынан шыққан сөзіне тычка ұстайын тұрады музыкант. Жақсы, ол мен өз музыкантым, мен основной 50-де 50 жүргіземіз ғой біз тойды. Тойдың жартысын Елизат жүргізеді. Прикинь, сондай ғой. И бір тойларда болады, мысалы, музыкантты мақты кететін. Кәдімгідей шығып баратады ғой енді адамдар, киініп кетіп баратады тойдан. Музыкант молодец депші. Сонымен бір плюс сонымен болып кетеді да, музыкантпен ше. Ол Елизаттың тағы бір жақсы жері тойдың басынан бастап атмосфера создавать етеді ғой. Халықты кәдімгі комфорт создавать етіп береді. И ойынға келген кезде уже ойында қандай музыка қойса да халыққа өтетіндей қылып істейді. Бір жақсы жері. Мен музыкант емес, диджей ғой сол. Диджейдің солай істеген дұрыс сияқты болшы. Андай бір ескі бірдеңемен қақпалады ғой, мысалы біреулер андай принциппен қақпалады да. Бұрынғы музыкалар осылар болады, даң деген болмайды депші. Ол қазір актуальный ғой. Мысалы жыл жаңарып жатыр, жаңалықтар келіп жатыр, мысалы TikTokта хит болып жатыр, не хит болып жатыр музыкаларда, мысалы. Соның барлығымен жұмыс істеп, актуальный нәрсемен жұмыс істесе, сол дұрыс сияқты. Бұрынғы шаршама деген қалды олар. Шаршама деп. Шынымен соңғы кездері шаршама деген өлеңді қойсаң, қоймай-ақ қойшы дейтіндер шыққан уже. Бірақ енді жаңа әндер көп қой. Негізі антракттың папкасында өлеңдерді өзгерту керек музыканттар. Бір азына қатысты депші. Музыканттар көтімізді айтып кетшіміз. Кезді жүргізетін адамды айтып отырсыңдар. Енді бұл бізде кіріспе, алай берсе музыканттарды шақыратын ниетіміз бар. Шақырамыз. Тамадалар, кәсіпкерлерді көрейік. Кіріспесіне сіздер қалай қолдау көрсетесіздер, солай бұл ары қарай жалғасын табатын болады. Не только музыкант тамадалар, басқа кім бар, лицосы барлар, солар шақырайық. Болады ғой? Ақшасын төлеп болсын шақырайық. Болады. Негізі өте жақсы. Может, эстрада жұлдыздарынан. Андай жерлер жаман да, тойда ше. Мысалы, бата сұрап жатасың. Бір ортасына келгенде бір ас қайыруға бата сұрайсың, мысалы, еттен кейін ше. Антраққа берген кезде, сол кезде. Үлкен кісілер мас болып отырады. Мас болып, и бата беремейді ана. Әлем сөйлеп тұрды. Бірақ бата алуың керек. И той иесі айтады, анадан именно содан ал деп. Анау мас, и жанында бір кісілер тұрады. Апалар тұрады, прикинь. Қолында бір рюмка, и бір қол жай бапшы. Пофиг болып кеткен, да? Зато болса, батаға шы, и ба. Еще жанында бір кісілер подкастқа беріп отыра ма? Көп берсін, берекесін берсін. Үндемей қалса, мен айтып жіберем ба? Көбінесе мен айтып жіберем.
Еш жамандық болмасын десең, анау қайталап тұрады ше. Не айтарын білмеймін. Кейбір кісілер дайындалып келеді. Ручка парақпен жазып келіп ше. Еще Ананы оқып тұрады. былай телефонына скачать етіп келетіндер бар ғой. Ол өткенде бір тойға барғанмын 8 жасқа. Ана кісі бата береді, ой мықты бата береді деп ортаға шақырып алып шығады да микрофон ұстайды да айтып келе жатыр дейді. Телефон шығарып жібереді. Байт енді анау телефонмен еще дальше ұзақ кеттім ба дедім, бірақ красавчик, хотя мұнтасы бар, дайындалып жүр. Болашақта жасы әлі енді 50-ден асқан. Бізде ше өткенде ұзын бес болды ғой. Неге? Ұзын бес жыл үздігін анықтады. Қалай саған ойың негізі? Жыл үздігін анықтады деген кезде, негізі біз комментарийларды оқыған кезде өте көп дау болды что-то. Мысалға өйткені біз шынымен мойындайтын моменттер болды, шынымен үздіктерді. Бірақ ішінде сатып алып деген әңгіме көп тарап жатыр ауданда. Ондай естіпедім. Естідің ғой, естіпедің болғанда комментарийдан оқыдым ғой. Комментарийдан оқыдым. Еще мен тағы бір қыздың несінен көрдім, страничкасынан. Бірінші орын 80 мың, топ 3 20 мың деген конкретный бағамен жазып қойған көрдім. Пост қылып, соцсан салып қойған өзім. Оны көріп едім. Бірінші орынға 80 мың беріп. Бірінші орынға 80 мың. 80 мың беріп, типа бірінші орын алып. Бірінші орын аласың. Жоқ, ондай. Өтірік сияқты болды. Ол өтірік. Сен негізі ұзын тесттің жүргізушісі болдың ғой енді. Өзің қалай ойлайсың? Қаншалықты әділ өтті? Білмеймін енді ол. Негізі ұзын ағашта болмаған ғой ондай. Бізді районда. Болды дейді, бірақ болды дейді. Ондай ше. Жыл үздігі деген, бірақ именно тамадалар, Получение берген жоқ. Ондай болмаған. Бір жерге жинай алмады. Бірақ электронный инстаграмда, ватсапта кішігірім опрос жүргізілген сәттер болды. Осы жолы бірақ шынымен ауқымды өтті. Күшті болды. 20 мыңнан жинаған шын ба? Қоймайды дейсің. Білмеймін. Жинаған шығар. Білмеймін, 20 мың деген ондай бір көп ақша емес болды. Былай қарасаң, 20 мың теңге беріп, ол жерде енді елдер барып қонақ болып отыр да, мысалы, ол жерге фуршет жайылған, барлығына жиналып, андай не ғой? Закрытый вечеринка ғой, түсіндің ба? Закрытый вечеринка. И үздіктермен болғанда адамдармен таныс, жаңа адамдармен. Күшті ғой, маған 20 мың деген. Қалтаңнан түсіп те қала ма? Түсе ма? Сені түспейді? Түспеді ғой деймін. Түспейді? Түспейді пока. 20 мың түспей ма? 1000 теңге, 2000 теңге. 500 теңге майда теңге. Білмеймін ба 20 мың деген. Енді ол, может, бірінші орын аламай қалған адамдар айтады сөйтіп ше, сатып алды деп. Сондай проект жасай алмаған адамдар айтады. Негізі. Көре алмаушылық ол, маған кажется. Ол үшін районда болып отқан теманы, наоборот, бір-бірімізді, красавчик деп қолдап қойса, ол сонымен бірге жұмыс істейтін еді, может. Осы жерде Мұхтар Тұңғатардың көре алмайтында деген өлең қою керек. Көттерің ашсын дейді. Негізі біз енді көп сфераны білмейміз, ғана біреу шаштараз, біреулер жаңағы ресторанный теманы мысалы мен көп қолдай алмай қалған сәттер бар. Себебі ретро кафе мен ресторан деген екі дүние ғой. Топ-3 ресторан дейді, бірақ бәрін ретро кафелер алды. Ресторандар, мысалы, ретро деп айтып отырсың, бірінші орын алды деп. Бірінші орын алғанда ол жерде мынандай болды ғой негізі. Алдын ала айтылды да адамдарға ше. Осындай жыл үздігін анықтайын деп жатырмыз деп шығарды ғой. Адамдар соған жұмыс істеді, дауыс жинады олар ше. И инстаграмда кім көп дауыс жинап сол ұтты ғой бұл жерде. Болды ол. Может ол ресторан мықты негізі. Анадан үлкенірек, кең, обслуживание жақсы. Бірақ инстаграммен кім жұмыс істеді сол ұтты ғой, короче. Түсіндің ба? Шынымен негізі ұзын сөзді основной кімді астында комментария белгілеп кетті, указать етіп кетті. Солар шынымен мықты болды. Ол өзі барып дауыс жинау мүмкін, немесе халық шынымен оған дауыс беру мүмкін. Бұл жерде ешқандай даусыз бір ғана шешімі
Шынымен дауыс кім жиналды? Иә. Кім дауыс көп жинады сол жеңді. Мықтылар бар ғой, мысалы, тамадалардан да мықтылар бар. Жәнібек мықты деп мойындауы лайық мысалға. Өйткені бүткіл элита тойдың бәрі. Пожалуйста. Иә, ол мықты. Оны Қашанда мойындау. халықтың алғысын алып жүрген асабалардың бірі. Топ-3-дан қуатың бізбен бірге кезінде талай бірге жұмыс істегенбіз. Ол барған жерін жарады әдемі. Өзіміздің район жайлы болып отыр ғой, тема үшін. Район жайлы. Үсті в общем түсірейін деп жатырмық. Бұл жерде енді екеуміз жүргізуші боламыз да, короче, ортаға бір адамды аламыз да, и сұрақтың астын аламыз. Бірінші кім шақырайық? Кәсіпкерлерден көреміз бе? Тамадалардан көреміз бе? Былай жазайық. Комментарийдің астына жазсын, кімді шақыру керек екен. Да? Районнан, Ұзынағаштан, Жамбыл ауданынан. Кімнің өмірі сіздерге қызық болып жүр, кімнің оқиғасы қызығырақ болып жүр, соны комментарийға кім көбірек жазады, кімнің аты көбірек шығады, ұзын тест сияқты ашылыс жасайық ол үшін. Да? Шақырайық. Кім көп дауыс жинайды, соны шақырамыз ғой, короче. Сөйтіп шақыра береміз, короче. Мынаны шақыр деп жазыңыздар примерно. И соны шақырайық. Күшті кетеді. Шақырып, ол кісі жайлы бәрін біліп алайық, короче. Естіп жүр ғой. Өсектің төсектің арасында бәрі ұрыс жүрген. Сол. Жалпы. Не жаңалық басқа? Енемнің туған күнден бе? Соған бару керек деп сағат үш. Сен енеңді мама дейсің ба, не дейсің? Енемді ене деймін. Ене деп айтасың ба, прям? Апа деп қоямын енді. Апа деп ше, тура Бажа деген кино көріп бердім негізі. Бажа деген жаңа. Не деп кіріп келесің ғой, қарайды ғой. Не ғой деп па? Не ғой деп кіріп келесің, қарайды да. И тура өзіңе де солай деп, жаңағы деп не басыш, ау деп жүр. Сонда енді ренжімеңіз. Айтты конкретно мама бізде мама деп айтып болғанда 7 жылда айтпағам. Подкаст түсіретін болып. Мама деп жіберсең. Да, ну, туған күніме четкий подарок болды ғой деп. Қаш жүрегісің онда. Енеңді мама демесең. Енемізді апа дейміз. Апа дейсің ба кәне? Атың менің. Апа дейміз. Атым Мәриям. Сен енең дейсің ба, мама дейсің ба? Енем қайда келдісің? Көрмеге мәлі депші. Бармағам депші. Шүкір, жақсы адам негізі. Қарыздар бар ма десің? Қызын алған соң. Қайда ол сен көріп кетейікші. Бүгін туған күні. Ол жас баласын шығарып. Не айттың? Жалпы ендеше бұл аудандағы алғашқы подкасттардың бірі. Ауданымызда қандай да бір асабалардың той сферасында немесе кәсіпкерлердің өмірі қызық болып жатса, астына комментарий қалдырыңыздар. Кім шақырамыз деп, Кім шақырамыз? Бүгін сіздермен арнайы кіріспесін бастаған асаба Санжар, сонымен қатар Мирас Есенғали. Осылай басып жатырық. Бастамасы бұл. Просто көріп отырық. Кімде-кімнің өмірі қызық болса, астына обязательно комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Аудандағы ең қызықты оқиғаларды сіздермен бірге талқылайық. Шақырайық. Несі бар? Елдің бәрі түсіріп жатыр, біз де түсірейік. Кімден қай жеріміз кем? Ажыраспағандарды да шақыруға болады. Қай жеріміз кем деймін да? Наоборот, бір-екі жеріміз артық біздің. Бір жер точно артық. Кешіріңіздер. Сондай болады. Құдай кешірсін. Районда енді. Нормально, көзге нормально емес енді. Ауданда жақсы бір көзге көрініп жүрген, жұмыс істеп жүрген адамдар шақырып, солармен бір әңгіме дүкен құрып, қалай болып жатыр, не істедің осы уақытқа дейін деп ше. Қойғысы келетін сұрақтары болса бәлкім. Қанша қарызың бар деп. Солар сұрайық.
Бизнесмендерде негизи карыздар көп экен го кишилердин. Арең жүр экен го. Көп тапқан сайын Жетписпен жүрүп. проблемам да көп болады. Сондай Мәңгі бақи жазылмаған сүріну дей ма? Сондай. Ақындар мен батырлар елі жыралып. Арасаймен Кешіріңіздер бізді. Әр сөздің арасына. Біз ұзағарсыз Кто мы? Скажи, кто мы? Жалпы сондай. Өмірде неден қорқасың? Өмірде ма? Жалғыз қалудан шығар. Ауыр жауап. Негізінде Жалғыз қалудан қорқатын шығармыз. Білмеймін мен енді. Басымдан өткен ғой ондай темалар. Біреу біледі, біреу білмейді. Жалғыз қалып көрген кезім болған ғой менше. Сондайдан қорқат кем оказывается мен. Эмоция мен айта береді екенсің ғой. Жүре беремін, ойбай, өзім деп ше. Өзің емес. Тәкаппарлықпен бәріне өзім істей аламын, өзім істеуден қорықпай. Бір құдайдан қорқамын дейтіндер бар, жұмаға бар. Өмірде неден қорқасың? Қиын, ұйқың тыныш болмаса, сол ғой, уайым болса қиын да. Айнаға қарағанда кімді көресің деген? Әне. Айнаға қарағанда мен қазір көремін өзіне сенімді адамды. Сенімді болғанда өзіне сәл мақсат қойған адамды көремін мен қазір. Айнаға қарағанда ше. Мақсат қойып, осылай істейін деп жүрген адамды көріп жүр. Пока. Санжардың жеке курсына жазыламын дейтін. Сіздермен бірге бағдарламаның аты Өсек пен төсек. Сондай. Сіздермен бірге болған Мирас және Санжар осындай кішігірім бастамамызды қолдап, бізге поддержка жасап, комментарий жазып, келесі енді бір қонақты шақырамыз бұйыртса, сол кісілерді өздеріңіз айтсаңыздар, вообще күшті ойын деп тұр, комментарийға осы кісіні шақырыңыздар, қызық болып тұр деген сияқты. Видеоның астына кімнің аты комментарий немесе Instagram, TikTok комментарий көп жинайды. Соны опрос алла бұйыртса ол кісі бос болса, осы жерде, осы студияда сіздермен бірге, сіздердің сұрақтарыңызды бірге қоя отыра. Әдем бір өмірі қызық болып жатса. Ендеше біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі подкастта жүздескенше сіздердің қолдауларыңызбен. Жақсы. Арқасын құмға, өр басын тауға.